Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Журналист Асхат Ниязов қала ішіндегі жолдағы кептелісте Toyota Land Cruiser тізгіндеген Қуандық Бишімбаевты көріп, суретке түсіріп алыпты. Естеріңізде болса, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігін басқарған Бишімбаев 10 жылға сотталған еді. Екі шенеунікке 1,5 миллиард теңгені қолды қылды, 346 миллион пара алды деген айыпталған еді. Біздегі жағдай осы. Ол өзіне берілген жазаның жартысында қамауда өткізбегені ғой. Оны қамауға алған кезде мүлкі тәркіленген еді. Көріп тұрғандарыңыздай, адам өзін жайлы жақсы сезініп отыр. Мемлекеттік нөміріне қарасам 2 әріп. Соған қарағанда қандай да бір мекеменің көлігі, әлде сол компанияға жұмысқа тұрып алды ма? Әлде компания өзінікі шығар. Қорытындысы 1,5 миллиард ұрлада 4 жыл жазаңды өте. Әрі қарай қымбат көлігіңе отырып кете бер деген сөз ба? Деп журналист таңданысын жасыра алмады. Журналистің жазбасына антикор қызметі жауап беріп өтті. 10 жылға сотталған шенеунік қымбат көлікпен қала ішінде ойқастап жүр. Олардың мәліметінше Бишімбаевқа 2018 жылдың 14 наурызында Астана ауданаралық соты үкім шығарған. Яғни президенттің жемқорлардың жазасын қатаңдату шарасы қабылданбай тұрып қамалған. Президент жемқорлардың жазасын қатаңдату бойынша заңды 2020 жылы мақұлдап қабылдады. Яғни сот жемқор Бишімбаевқа 10 жыл қамау мерзімін шешсе, ол сол 10 жылды толық қамауда өткізуі тиіс делінген антикор өкілінің жауабында. Сонымен қоса жемқорлықпен күрес агенттігі бұл сұраққа жауап алу үшін сотқа хабарласу керектігін айтқан.